Сәлем достар, бүгін сіздермен сүзбелі шоколадты тортын дайындайтын боламыз. Ең алдымен 2 жұмыртқаға қантымызды салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Күнбағыс майын қосамыз. Айран немесе сүт қосамыз. Миксермен жақсылап араластырамыз. Оның ішіне қопсытқышты араластырып аламыз. Одан кейін оны електен өткізіп, 1-2 қасықтан салып отырамыз. Какаомызды да електен өткізіп, онымен бірге араластырамыз. Бізде осындай сұйық масса шығады. Соны өзімізге керекті формаға салып, 180 градуста жарты сағат пісіреміз. Біз енді креміне кірісетін боламыз. Ең алдымен осындай біздің құрғақ творогымызды блендермен әбден езіп аламыз. Мінекей біз жақсылап езіп алдық. Енді осыған 100 грамм майымызды қосамыз, яғни сары майымызды. Одан кейін 3 ас қасық қантымызды қосамыз, ол кадрға түспей қалыпты. Жақсылап араластырамыз. Біз піскен коржымызды 2-ге бөліп, керекті ыдысқа салып, оның үстіне жаңағы кремімізді жағамыз. Мен кондитер қапшығына салып істедім. Үстіне екінші коржымызды қойып, холодильникке саламыз. Холодильниктен алғаннан кейін тортты қалағандарыңызша сәндесеңіздер болады. Мен шоколадты ганашпен сәндедім. Шоколадты сәндеп болғаннан кейін де оны 30 минутқа холодильникке саламыз. Одан кейін оны алып, қалағандарыңызша кесіп, жей берулеріңізге болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және маған жазуды ұмытпаңыздар.